Дауыл! Дауыл анимациялық студиясы ұсынады. Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Дауыл. Сегодняшняя тема – моя будущая профессия. Прежде чем начать аудирование, давайте сначала просто посмотрим мультфильм без субтитров. Затем я объясню слова и правила, связанные с этой темой. Онда бастайық. Мен сурет сала аламын. Болашақта суретші болғым келеді. Мен ән айта аламын. Танымал болғым келеді. Мен шаш кесе аламын. Шаштаразшы болғым келеді. Мен 4 тілде сөйлей аламын. Аудармашы болғым келеді. Мен ұша аламын. Өскенде ұшқыш болғым келеді. Мен тамақ жасай аламын. Болашақта аспаз болғым келеді. Мен қазақша сөйлей аламын. Мен мұғалім болып жұмыс істеймін. Мен тыңдай аламын. Мен психолог болып жұмыс істеймін. Суретші студияда сурет салады. Әнші сахнада ән айтады. Шаштаразшы шаштаразда жұмыс істейді. Аудармашы редакцияда жұмыс істейді. Ұшқыш аспанда ұшады. Жоқ, жасыл, ұшқыштар әуе компанияда жұмыс істейді. Бірақ олар аспанда ұшады ғой. Аспаз мейрамханада, асханада, наубайханада ас пісіреді. Мұғалім мектепте сабақ береді. Психолог кабинетте жұмыс істейді. Мен сурет сала аламын. Болашақта суретші болғым келеді. Мен ән айта аламын. Танымал болғым келеді. Мен шаш кесе аламын. Шаштаразшы болғым келеді. Мен 4 тілде сөйлей аламын. Аудармашы болғым келеді. Мен ұша аламын. Өскенде ұшқыш болғым келеді. Мен тамақ жасай аламын. Болашақта аспаз болғым келеді. Мен қазақша сөйлей аламын. Мен мұғалім болып жұмыс істеймін. Мен тыңдай аламын. Мен психолог болып жұмыс істеймін. Суретші студияда сурет салады. Әнші сахнада ән айтады. Шаштаразшы шаштаразда жұмыс істейді. Аудармашы редакцияда жұмыс істейді. Ұшқыш аспанда ұшады. Жоқ, жасыл, ұшқыштар әуе компанияда жұмыс істейді. Бірақ олар аспанда ұшады ғой. Аспаз мейрамханада, асханада, наубайханада ас пісіреді. Мұғалім мектепте сабақ береді. Психолог кабинетте жұмыс істейді. Составная форма глагола «а», «е», «и», «алу» обозначает возможность осуществить действие. Прямой перевод с русского языка означает «могу», «умею». Суффикс «а» добавляем после твердых согласных, а суффикс «е» после мягких согласных, а и краткое «и» после гласных. Например, «мен ән айта аламын», «я умею петь», «мен шаш кесе аламын», «я умею стричь волосы», «мен 4 тілде сөйлей аламын», «я умею говорить на 4 языках».
Желательное наклонение глагола выражает желание, намерение, стремление субъекта произвести действие. Мен дәрігер болғым келеді. Я хочу стать врачом. Сен алма жегің келеді. Ты хочешь кушать яблоко. Сіз шаш қысқартқыңыз келеді. Вы хотите стричь волосы. Ол суретке түскісі келеді. Он или она хочет сфотографироваться. Г добавляем, если последний звук гласный, или сонорный, или звонкий. К добавляем, если последний звук глухой.